Кіріспе сөз. Әлемдердің Раббысы Аллахқа бүкіл мақтау. Аллахтың елшісі Мұхаммадқа, оның отбасына, сахабаларына және қиямет күніне дейін оған ең көркем үлгіде ілескендерге Аллахтың игілігімен сәлемі болсын. Ал содан соң аса жоғары Аллах Құран кәрімде былай деген: «Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум наран вақудуха ан-нас вал хижара». Әй иман келтіргендер, өздеріңді және өз отбасыларыңды отына адамдар мен тастар болатын оттан қорғандар. Әт-Тахрим сүресі 6 аят. Ибн Умар Аллах елшісінің былай деген баяндаған: сендердің әрқайсыларың бақташысыңдар, әрі сендердің әрқайсыларың өзінің қарамағындағылары үшін жауапкершілік көтереді. Содан соң пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, ер адам өзінің жанұясына бақташы, әрі олар үшін жауапкершілік көтереді. Әйел өзінің күйеуінің үйінде бақташы, және күйеуінің үйі және балалары үшін жауапкершілік көтереді деген. Қасиетті Құран мен кіршіксіз сүннеттің осы және басқа да көптеген мәтіндері бізге өзіміздің, яғни ата-аналардың өз балаларымыз үшін салмақты жауапкершілік көтеретініміз туралы хабарлайды. Біз олардың материалдық тұрғыдан есендікте болуына және оларды қамтамасыз етуге ғана емес, сонымен бірге оларды оқытып тәрбиелеуге де жауаптымыз. Пайғамбарлық хадистер бізді өз балаларымызға діни шариғи білімдерді оқытып үйретуге үндейді. Ибн Аббас Аллах елшісінің оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, бірде оған: «Уа балақан, мен саған кейбір сөздерді үйретейін» деп айтқанын баяндаған. Хадисті Әт-Тирмизи жеткізген. Сабра ибн Мағбад Аллах елшісінің оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, балаларың 7 жасқа толғанда оларға намазды үйретіңдер деген сөздерін жеткізген. Бұл хадисті де Әт-Тирмизи жеткізген. Осы және басқа да қасиетті мәтіндер бізді осы еңбекті дайындауға итермеледі. Бұл кітаптың әдісі пайғамбарымыздың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын өзінің сахабаларына діни білім оқыту барысында сұрақ-жауап әдісін қолданғанына негізделген. Муғаз ибн Жабал бірде Аллах елшісінің одан: «Уа Муғаз, сен Аллахтың өз құлдарындағы хаққысы қандай екенін, әрі құлдардың Аллахтағы хаққысы қандай екенін білесің бе?» деп сұрағанын баяндаған. Бухари және Муслим. Ибн Умар Аллах елшісінің оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын бірде ағаштардың ішінде жапырақтары төгілмейтін әрі мұсылман адамға ұқсайтын бір ағаш бар. Маған оны атаңдаршы деп сұрақ қойғанын баяндаған. Сонда адамдар шөл далада өсетін түрлі ағаштарды атай бастады. Ибн Умар: «Мен құрма ағашы туралы сөз болып жатыр деп ойлап қалдым, бірақ мұны айтуға ұялдым» деді. Кейін адамдар: «Бізге бұл ағаш туралы айтып беріңізші, уа Аллахтың елшісі» деді. Әрі ол: «Бұл құрма ағашы» деді. Бухари және Муслим. Оқытудың әрі ақпарат жеткізудің бұл әдісі балаларға да өте ыңғайлы. Өйткені олардың оқу материалын қабылдауын және оны терең ұғынып түсінуін жеңілдетеді. Дәл сондықтан да бұл кітап сұрақ, жауап, дәлел үлгісінде беріледі. Кітап ата-ананың біреуі өзінің мойнына оқытушының міндетін жүктеп, күн сайын балалармен бірге бірнеше сұрақтарды өту үшін ыңғайластырылған. Ата-ана балаға сұрақты оқып береді, кейін оның жауабын түсіндіреді, әрі оны тиісті дәлелді жаттап алуға ынталандырады. Кітап өзінің құрамына ислам дінінің әртүрлі салаларынан мұқият іріктеліп алынған 1000-нан астам сұрақты қамтыған. Ол иман негіздері, наным сенім, яғни ақида, фиқх, пайғамбар өмірбаяны, яғни сира, көркем мінез, әдеп, басқа адамдармен қарым-қатынас мәселелерін ашып түсіндіреді. Мұсылман адам тәулік барысында жасайтын діни амалдар мен айтатын зікірлерді үйретеді. Кітап балаларға арналғандығы себепті, онда баланың ойлау деңгейіне лайық әрі ыңғайлы болған сұрақтар ғана жинақталған. Сонымен бірге көптеген сұрақтар ересек кісілерге де жаңа әрі пайдалы ақпаратты да қамтыған. Кітапты құрастыру барысында баланың түсінуіне ауыр болатын, сондай-ақ балаларына оларды үйрету ата-ананы ыңғайсыз жағдайға қоятын тақырыптар мен салалар қамтылмаған. Бұл кітапқа негіз ретінде доктор Файсал ибн Мисфар әз-Зинами әл-Уадиғидің Кәнзул әтфәл атты еңбегі және Абу Ибрахим әд-Дамаждидің ондағы жауаптарға қосқан шариғи дәлелдері алынған. Оқырманға ұсынылатын кітаптың материалы тек сахих, яғни сенімді және хасан, яғни жақсы хадистермен ғана шектеледі. Әрі осы орайда егер хадис Әл-Бухари мен Муслимнің немесе олардың біреуінің сенімді хадистер жинағында келтірілген болса, онда хадистің сенімділігіне артық рет нұсқалмай-ақ оның алынған дерек көзі ғана келтірілген. Өйткені бұл екі жинақтардағы хадис әуелгі бастан сахих болып табылады. Ал басқа хадис жинақтарынан алынған хадистерге келетін болсақ, онда осы кітаптың дерлік барлық жерінде Шейх Әл-Әлбани мен Шейх
Әл-Мухбил әл-Уадиғидің олардың сенімділігі туралы қорытындысы келтіріліп кеткен. Әрі әлемдердің Раббысы Аллахқа бүкіл мақтау мадақ.